Сәлеметсіздер ме, құрметті тіл білімі үй арнасының көрермендері. Бүгін біз қазақ әдебиетінен әдебиет теориясы, соның ішінде қосымша туралы өтетін боламыз. Қосымша және аннотация деген. Бұл бізде кітапқа қатысты жалпы мағлұматты қысқа жазу болып табылады. Импровизация деген бар. Ол бізде суырып салу. Мінездеме. Көркем шығармадағы кейіпкердің мінезі, өзіне тән белгілерін жинақтап айту. Портрет. Портрет бізде әдеби кейіпкердің сыртқы бітімін, кескін келбетін, бой тұлғасын, жүріс-тұрысын сипаттау. Монолог. Монолог ол іштей және сырттай, ішкі және сыртқы деп бөлінеді. Мұнда жаңа кейіпкердің өзіне не халыққа арнап қарата айтылған арнауы, яғни көңіл күйі. Эпиграф. Эпиграф бізде қаламгерлердің жазылған шығармалардың мазмұны мен идеясына қарай алдына келтірген нақыл сөздердің не өлең жолдарда айтылуы. Пролог. Пролог бізде көркем шығарманың оқиға мазмұны мен мәнін оқырманға таныстыратын кіріспе бөлімі. Ол шығарма идеясын дұрыс түсіндіру болып табылады. Шығарманы талдау. Шығарманы талдағанда біз ең біріншіден тақырып пен идеясына тоқталамыз. Мұнда жаңағы қандай оқиға болды, сюжет мен композициясы, ол оқиға қалай болды, тип пен характер жайын айту. Яғни оқиға кімдердің басында болды, немесе тілі мен суреткердің стилі, оқиға қалай баяндалды, суреткердің дүниетанымы мен көркемдік әдіс тәсілі, оқиғаға автордың көзқарасын айту.